Қазақстанның спорт саласында логикаға сәйкес келмейтін қадамдар мен шешімдер өте көп. Сол қадамдардың біреуі осы туризм және спорт министрлігінің Қазақстанда 180 спорт түрін тіркеуі. Енді мысал үшін айтып кетейік. Пенчак силат, биатл, триатл, петанк, текбол, унифайт деген ешкім білмейтін спорт түрлерін тіркеп, оны бюджеттен қаржыландырудың қажеті қанша деген сұрақ туады. Мысалға, Ұлыбританияда тек қана 15 спорт түрі ғана тіркелген. Біздің көрші Өзбекстанда 17 спорт түрі тіркелген. Германияда 17 спорт түрі тіркелген. Ал енді Қазақстанда 180 спорт түрі тіркелген екен. Бұл енді не мырзалық деген сұрақ туады. Енді осы заң аясында осы спорт түрлерінің тағдыры қандай болады, және мынау ешкім танымайтын, білмейтін спорт түрлеріне бюджеттен ақшаны беруді тоқтатамыз ба, жоқ па? Рахмет. Құрметті Ерлан Бияхметұлы, сұрағыңызға рахмет. Шынымен бүгінгі спорт саласындағы негізгі проблемалардың бірі халықтың көкейіндегі сұрақ. Сондықтан мына 180 спорт түрлерінің ішінен басымды спорт түрлерін анықтау қазір бірінші біздің мақсатымыз. Осы заң аясында жүріп жатыр. Олардың мысалы олимпиада, паралимпиада, сурдоолимпиада, Азия ойындар, Паразия ойындарына кіретін спорт түрлерін және ұлттық спорт түрлерін осы бағдарламада біз басым спорт түрлеріне бекітеміз. Ол 60-қа жуық спорт түрі болады. Және бізде қазір министрлік тарапынан мониторинг тобы құрылған. Әр өңірде бүгінгі күні саралап анализ жасалып жатыр. Және бұл 60 спорт түрі тек қана бір өңірде даму деп айтпаймыз. Әр өңірдің географиялық орналасуына байланысты, тарихына байланысты, жаттықтырушылардың қойған, жыл сайын қойған мектеп қалыптасқанына байланысты, инфраструктураға байланысты біз әр өңірге басымды спорт түрлерін бекітіп өтеміз. Баяндамаңыз айтқан жоқсыз ба? Қанша спорт түрі қалады 180-ден? 60 және айтып өттім. 60 деп айтты ғой баяндамада. 60 спорт түрі. Бұның ішіне ұлттық спорт түрлері, олимпиада ойындарына кіретін 45 спорт түрі бар, паралимпиада ойындарына кіретін, Азия ойындарының бағдарламасына кіретін спорт түрлері және Паразия ойындарына кіретін спорт түрлері. Ол 60-қа жуық спорт түрі саналып өтеді бұның ішінде.